Гүлназбен танысқым келеді дедің. Одан кейін хабарға шықты ма қыз? Эфирден шыққаннан кейін өзім хабарластым. Негізі үйіндегілер кішкене эфирге қарсысы болған. Негізі өзінің бір ответін айтқан маған. Не деді? Келе алмаймын деді. Бір көндіруге қадам жасамадың ба? Көндіруге қадам жасадым. Мен просто әкесі кішкене эфирге қарсы болып жатыр. Әкесі бәрібір көнбейді деді. Мен әкесінің өзімен сөйлесіп көрейін деп Гүлназға ұсыныс білдірдім. Анасы да айтып жатыр, бәрібір көндіре алмайсың деп. Өйстіп сырттан ұнатасыздар, сөйлесіп аласыздар, содан кейін эфирге келмей қалады. Келмесе жобадан шығасың білесің ғой, Иә, әрине. Дайын. Келді ма Гүлназ, келмеді ма? Тексерейік. Келіңіз. Жобаға қарсы болды деп айта алмас едім, өйткені үміткер де болды, одан кейін қатысушы болып отырды. Сыйластығымыз жақсы, біздің ата-анасы да ренжімеген шығар деп ойлаймын. Енді айналасында ондай ауыр тақырыптар ешқашан болмаған, тәрбиелі, тәртіпті қыз ретінде танимыз. Бірақ неге жібермеді деп ойлайсың? Мүмкін сол осында болатын жағдайларға саған қатысты нақты, иә? Ұнаған беті қыз баласы. Иә, нақты ұнату сезімі ашылып, нақты танысып көргім келген қыз болатын. Менталитетімен келеді, кеше айтып өткендей. Өзімнің тілеп алғаным ғой. Түсінетін егер ешкімге қатысы жоқ, өзімен өзің отырып, екі қызға да сезім болатын болса, Дико күресем семен деп бәрі айттың. Сосын Гүлназым шақырып жатсың, иә? Әрине теді оның ата-анасына да, өзіне де. По идее, мына жақта құр отырсың ғой. Ешқандай үміткер саған ұнамайды. Шыға салып сыртта сөйлесіп көрсейші. Да, без проблем, оны айтып отырмын, мен шығамын деп. Сендердің махаббаттарың шынымен де бір қызық ше. Андай томында отырдым, бір апта бұрын жақсы көремін, сүйем күйем өлем. Бір апта танисың, некелесінде мен ол қыз үшін жобадан шығуға дайынмын. Махаббаттарың қалай тез ашылып, тез жабылады негізі сендерді. Қаншалықты махаббатқа тұрақтысың, ертең үйленгенде де осы нәрсені жасайсың ғой сенің түріңмен. Біз видео түсіру кезінде менде андай іште бір енді қызға деген интерес ашылады, сондай болдым. Андай қылып айтасың да, мен өзім қалаған жоқпын, потом мен түсінбей жүрдім, қалай тоқтатқым келгенін Дикомен. Еркек емессің ба? Өзіңнің шешімің бар шығар. Сен қашанғы біреудің айдақтауымен жүресің. Үйленуге келіп отырғаннан өзің шешімді өзің шығаратын жасқа келген шығарсың, қалқам. Енді Бекзат жобамен қоштасам деп отыр. Иә. Мен саған қазір таңдау беремін. Яғни енді Гүлназ екеуің сыртта қыз бен жігіт болып жүріп кетіп, ақпарат келіп, ондай дүние болған жоқ қой, енді қорқынышты, иә. Сені жобадан қумаймын. Яғни өзіңнің таңдауың. Бірақ айтылып қойды ол. Қалғың келсе, қалсаң да, яғни менің жерім одан тарылып қалмайды. Соңғы шешім. Қаласың ба, кетесің бе? Жоқ, нақты дайынмын кетуге. Досым болғасын қимаймын да мына жерден кеткенін. Екеуіңді қосып шығарып салайын ба? Жоқ, білмеймін енді. Көндіргім келіп тұр да, қалған просто қасында. Көндіріп көр. Досым қалшы, пожалуйста, өтініш. Осы ма көндіргені? Гүлназ шақыртуды нақты естіді, бірақ студияға келген жоқ. Сен сонымен кетесің? Иә. Толықтай дайынсың. Бізді солай оп-оңай қиып кетесің бе не сонда? Өзім қатерімді түсінемін. Енді жүрегім бос болмай, мүмкін үміткер қабылдадым. Тұрақсыз деп жатыр. Жағым күліп жатқан жоқ, просто кішкене сезім босап кетті ше, кетіп баратқасын. Жаным! Кетіп қалса қайтетін едің? Кетіп қалса өзім келіп жүремін ғой енді. Өзім келіп жүремін ғой деймін кетіп қалса. Арыстан екеуі сөйлесеміз деп, мамамен сөйлесеміз деп. Ойлап, папасымен қалай сөйлесеміз деп, Гүлназым. Зәт құрып баспен андай сөздер ше. Зәт құрыпты басында.